Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді келесі бір өте жақсы жасанды интеллект қосымшасы тест сұрақтарын оп-оңай ұйымдастыратын. Оның аты Google браузерге quiz райс деп жазасыздар. Жазғаннан кейін оған міндетті түрде тіркелу керек. Google аккаунтыңыз арқылы тіркелесіз де, ары қарай жалғастырасыз. Жалғастырып ашқаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. The Great No Quizzes, жаңадан сұрақтарды құрастыру дегенді ашасыз. Ашып алғаннан кейін сіздерде бар жоғы осы 4 нәрсені көрсетіп тұрады. Біреуі PDF пен дайын болған мәтінді жібересіз, яғни жүктей саласыз, немесе сілтеме арқылы, текст арқылы және YouTube'тағы видеолар арқылы сұрақтарды қоюға болады. Біз текстті көрейік. Үлгі ретінде сіздерге осындай текст болу керек деп тұр. Енді бізге не істеу керек? Осыны біз алып тастайық. Келесі бір термодинамиканың бірінші заңына бір мәтінді алайық. Мәтін тұрған жерге қоямыз. Next step дегенді басамыз. Сосын сізде мынандай шықты, міне. Көп жауабын таңдау ма, шын жалған ба, true false, бос орынды толтыру ма дейді. Және қандай сұрақтар болу керек. Medium десек, орташа. Орташа десеңіз 5 сұрақтан құрайды. Height деген таңдасаңыз 10 сұрақ. Manualді таңдасаңыз 150 сұрақ екен. Жарайды, қазірше 5 сұрақты қарастырып көрейік. Мәтіннен уже бізге сұрақтар дайындап жатыр. Өте жақсы құрағанына қараңыз. Термодинамиканың бірінші заңының тұжырымдамасы қандай дейді. 5 сұрақты тез жылдам жасап берді. Дұрыс жауабын көру үшін show answer дегенді басасыз. Сосын ары қарай балаларға жіберу үшін міне әлеуметтік желіге жіберу батырмасын басамыз да сілтемені шарасы линк деп тұр, осы жерден көшіріп балаларға жібересіздер. Көрейік. Start quiz дегенде басасыздар. Мына жерге бір аты жөнді жазып салу керек. Міне жауаптары шыға келді. Осылай басамыз, дұрыс жауап болса келесі. Өтіктен баса берейік. Келесі дейміз. Так. Так, уже міне шыға келді. Так, 80% орындады. 5 сұрақ болған, біреуі қате деген сөз міне. Бала ары қарай қатемен де жұмыс жасай алады мына жерден жүру арқылы. Енді сіз келесі балалардың істеген жұмысын көре аласыз мына жақтан.
уже мындай жаңа бир окуучу катышты. 5 сурактын 4-үнө дурус жооп берди.